Ұлытау облысының полиция департаменті заң мен тәртіп қағидатын жүзеге асыру аясында есірткіге қатысты құқық бұзушыларды анықтау және жолын кесу бойынша кешенді шараларды жүйелі түрде жүргізуде. Жыл басынан бері облыс аумағында есірткі қылмысына қатысты 92 дерек тіркелді. Оның ішінде есірткі құралдарын заңсыз сақтау мен өсіруге қатысты фактілер бар. Сондай-ақ бір есірткі зертханасы анықталды. Бұдан бөлек есірткі сату бойынша 24 қылмыс әшкерленді. Қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы барысында 5 шеп бекеті құрылып, 58 есірткіге қатысты құқық бұзушылықтар анықталды. Оның 5 дерегі Қарасора егуге, 16 дерегі есірткі сату фактілеріне қатысты. Ұлытау облыс аумағында аса ірі мөлшерде марихуана түрінде есірткі құралдарын заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау және өткізуге бағытталған қылмыстық екі топтың заңсыз әрекеттеріне бағытталды. Тергеу барысында анықталғандай, аталған топтар есірткі заттарын Жамбыл облысының Шу алқабынан жеткізіп отырған. Сондай-ақ ағымдағы жылы нақ өсімдігінен алатын есірткі заттарын өткізуге қатысты бар қылмыстық топтың әрекетіне тосқауыл қойылды. Аталған іс бойынша 5 тұлға 10-нан 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасына сотталды. Сонымен қатар интернет ресурсында нашақорлықты насихаттайтын 1050 сайтының қызметі бұғатталды. Антифрод желісі арқылы 2800-ге жуық банк есеп шоттары мен карталар бұғатталды. Ұлытау облысында нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмыстарына қарсы іс-қимыл жүйелі әрі мақсатты түрде жалғасатын болады. Бұл бағытта ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту және халықты, әсіресе жастарды кеңінен қамту көзделіп отыр.